менде кішкентай кезімнен осы биология деген қызығушылық болды. Әрдайым көбірек білгім келетін. Және осы олимпиада менің осы қызығушылығымды қаншалықты қанағаттандыра алдым, қаншалықты көп білім алдым, және алдыда да қандай тақырыптарды әлі білмеймін деген сұрақтарға жауап береді, және өзімнің талпынысымды іс жүзінде дәлелдейтін бір сынақ ретінде көремін. Осы карантин кезінде біраз бізге қиынға соқты, бірақ оған қарамастан онлайн сабақтарда біз барлық оқушылар бірімізбен жиналып, бір-бірімізге тақырыптар түсіндіріп, жаңа материалдар, тапсырмаларды шығарып, білімімізді ұштастық. Әрине, олимпиада болғанда ең қызығы ол білмейтін тақырыптар, себебі олар әрдайым болады, бірақ оған қарамастан еш қорықпай, мысалы әртүрлі басқа бір жолмен қарастыру, немесе дедукция қолдану деген сияқты сондай түрлі тәсілдерді қолданған қызықты. Білім деген шексіз, осы тек қана бір қазіргі білгендерімізге шектеліп қалмай, ары қарай оқи беру керек, ешқандай талпыныс ешқашан өшпеу керек. Олимпиада тек қана сынақ ретінде көрмей, одан аса алатын белес деген деп көріп, осы қайсарлықты ешқашан жоғалтпау керек.